Әсем Қожахметқызы, қош келдіңіз. Жалпы бірінші сауалға көшсек, лезде осы 10 бастамайды едік. Онда осы әлеуметтік бағдарламалардан өзге Қазақстанның көп векторлы саясатты әрі қарай ұстанатын жөнінде айтылды. Осы жөнінде пікіріңізді білсек. Кеш жарық. Бүгінгі президент мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың ұлықтау рәсімі өтті. Онда президент өзінің алдына қойған мақсаттарды, яғни жаңа міндеттерді баяндап өтті. Оның ішінде нақты 10 бағытты көрсетті. Соның ішіндегі бір бағыттардың бірі ол сыртқы саяси бағытымыз. Негізі ол сыртқы саясат дегеніміз ол ішкі саясатпен тікелей байланысты, яғни ол ішкі саясаттың жалғасы. Яғни ішкі саясат саласындағы болып жатқан барлық үрдістер ол міндетті түрде біздің сыртқы саясатымызда да көрініс тауып жатады. Сондықтан да енді сол 10 бағыттың алғашқы 8-і сол ішкі саяси мәселелерге байланысты, әлеуметтік мәселелерге байланысты болды. Соның жалғасы ретінде сыртқы саяси бағытымызды да атап өтті. Әрине біздің сыртқы саяси бағытымыз осы уақытқа дейін енді мойындалған сыртқы саясатымыз. Біздің көп бағытты, яғни теңгерімді, бейбітсүйгіштік, прагматикалық сыртқы саясатымыз осы уақытқа дейін өзінің өміршеңдігін дәлелдеп, яғни сол арқылы біз халықаралық аренада, яғни халықаралық қауымдастықтың оң бағасын алып, өзіміздің орнымызды айқын белгілеген мемлекетпіз. Яғни біз халықаралық қатынастардың, халықаралық саясаттың объектісі емес, субъектісі ретінде, яғни халықаралық аренадағы болып жатқан түрлі жағдайларға байланысты өзіміздің нақты ұстанымымыз бар, өзіміздің нақты бағытымыз бар. Яғни сол мәселелердің шешілуіне, қауіпсіздік мәселелеріне, ғаламдық, жаһандық қауіпсіздік мәселелерін шешуде өзіміздің қосып келе жатқан үлесіміз бар мемлекетпіз. Сондықтан да енді осы уақытқа дейінгі жүргізіп келе жатқан біздің сыртқы саяси бағыттарымыз ол ары қарай да жалғасын табады. Яғни біздің басты бағдарларымыз, яғни саяси ол біздің көрші мемлекеттермен стратегиялық әріптестік бағыттарымыз, осы біздің орталық Азия өңіріндегі көшбасшы ретіндегі орнымыз, оның бәрі де әлі сақталады. Яғни осы уақытқа дейін біз барлық маңызды, яғни барлық ірі халықаралық ұйымдардың толыққанды мүшесіміз. Олардың бір қатарында біз өзіміздің төрағалығымызды да жасап, сол арқылы мемлекетіміздің тағы да бір деңгейге, халықаралық деңгейге көтерген болатынбыз. Ол біздің осы тәуелсіз тарихымыздың кезіндегі жеткен жетістіктеріміз. Енді сол жетістіктеріміз арқылы, яғни халықаралық мемлекеттердің бірге барлық мемлекеттермен, яғни терезесі тең мемлекет ретінде қалыптасып келдік. Сол бағыттардың бәрі сақталады. Енді қазіргі таңда әрине халықаралық геосаяси ахуал қазіргі әлемдегі біраз қиындықтардың, біраз проблемалардың бастан кешіп жатыр. Соған байланысты мысалы сауда соғыстары дейміз, қауіпсіздік мәселелеріндегі кейбір мемлекеттердегі мысалы шиеленістер, халықаралық жағдайдың шиеленісі, наразылықтар деген сияқты көптеген геосаяси жағдайлардың бір қазіргі шиеленіс түріндегі күрделі кезеңін бастан кешіп отырмыз. Сондықтан да бұл әлемдік тарихтың, яғни әлемдік саяси процестердің жүріп жатқан ахуалы. Соған байланысты әрине біздің Қазақстан мемлекеті де өзіне бейімделеді. Осы ықпалын, әсерін көріп отырмыз. Сондықтан да біз қазіргі саясатымызды соған бейімдеуіміз керек. Яғни осы жағдайлардан, яғни көп жақсы тек қана оң пайда көріп, оң ары қарай дамуымызға олардың тек жақсы әсерлерін ғана алуымыз керек. Сондықтан да біз осы геосаяси жағдайда өзімізді осы қалыптасқан мықты мемлекет ретінде ары қарай да жалғасып, ары қарай да дамуымыз үшін әрине біз ішкі саяси процестерімізде де, ішкі жағдайымызда да көп өзгерістер, көп жаңашылдықтарды енгізуіміз керек. Себебі бүгін Қасым-Жомарт Кемелұлы айтты, біз қазір яғни адамзаттың дүниетанымының өзгеріс болып жатқан кезеңде отырмыз деп. Сондықтан да біз де өзіміздің дүниетанымымызды, әсіресе жастардың дүниетанымы өзгеріп жатыр. Соған біз өзіміздің мемлекеттік саясатымызды бағыттауымыз қажет деген мәселелерді көтерді. Яғни бұл біздің мемлекеттігіміздің ары қарай да мысалы дамуында әрине сабақтастықты ұстана отырып, бірақ ары қарай дамудың жаңа бағыттарын, жаңа ұстанымдарын, жаңа әдістерін енгізуіміздің қажет екені ол бүгінгі күннің талабы болып отыр.
Осы дамудың демекші әлеуметтік бағытты негізге алды дедіңіз, иә? Бастаманың ішінде 8-і әлеуметтік болып отыр. Жалпы адами капиталды дамыту мәселесі жөнінде де айтылды. Осы халықтың табысын арттыру үшін қандай енді бағдарламалар қабылдану қажет? Өзіңіздің ойыңыз, пікіріңіз қандай? Енді осы уақытқа дейінгі біздің мемлекетіміз ол конституциямызда белгіленген, бұл әлеуметтік мемлекет. Яғни соған байланысты біз халықтың әл-ауқаты, халықтың жағдайын әрдайым ойлап, әрдайым соның жақсартуға, солардың деңгейін көтеруге барлық мемлекеттік саясатты соған бағыттап келген мемлекетпіз. Осы уақытқа дейін де қабылданған бүгінгі жаңағыдай ұлықтау кезінде де айтылған, яғни осы уақытқа дейін қабылданған барлық стратегиялық құжаттар ары қарай да өзінің жалғасын табады. Ол стратегиялық құжаттардан әлеуметтік бағыттар өте бағыт байланысты өте жақсы бағдарламалар енгізілген. Әсіресе осы соңғы 2 жылдың ішінде, яғни баспана мәселесіне байланысты болсын, жастар мәселесіне байланысты болсын, жаңағыда халықтың әл-ауқатын арттыруға байланысты мәселелерге байланысты, яғни жаңа кәсіпкерлерді қолдауға байланысты мәселелердің барлығы осы уақытқа дейін көтеріліп келді. Енді бірақ соның ары қарай жүзеге асыруында жаңа тәсілдер қолдануымыз қажет. Мысалы, цифрлық Қазақстан бағдарламасын жақсы дамытуымыз керек. Бұл дегеніміз біздің халық соған бейімделу керек. Яғни халықтың ақпараттандырылуы өте жоғары деңгейде болу керек. Себебі қазір енді цифрлық біз заманда сондай дәуірде өмір сүріп отырғандықтан біздің халықтың әрбір азамат мемлекеттегі сол жаңағы цифрлық технологияларды пайдалану, сол цифрлық технологиялардың барлық мүмкіндіктерін пайдалану арқылы, ақпаратты мол алу арқылы сол мемлекеттегі жасалып жатқан барлық мүмкіндіктерді дұрыс пайдалану керек. Бізде көп жағдайда мысалы кейде халықтың дұрыс түсінбеушілігі сол ақпараттың жоқтығынан болып жатады. Мысалы, осы көптеген барлық бағдарламалардың бар екенін, мысалы, халықтың жүргізген мысалы әлеуметтік сауалнамалардың нәтижесінде байқап отырғанымыз, ол халық біраз жаңағыдай сол бағдарламалардың бар екенін де білмейді. Ол бағдарламаларды қалай пайдалану керек екенін, олардың одан қандай әсері, қандай пайда көретіндігін білмей жатады. Соған байланысты, мысалы, біз сол жаңағыдай цифрлық, мысалы, интернеттегі барлық ақпаратты соны алып, уақытында алып, сол арқылы өзіміздің мүмкіндіктерімізді қолдануымыз керек, пайдалануымыз керек. Сол жағынан бізде кішкене былай енді осал болып тұрмыз. Сондықтан да мүмкін кейбір мәселелердің, жоқ мәселелердің одан да несін көбейтіп жатқанымыз да мүмкін содан болуы мүмкін. Бүгін президент тағы осы сыбайлас жемқорлықпен күрес мәселесін тағы көтерді. Жалпы бұл бағытта қандай шаралар атқарылады, сол жөнінде пікіріңізбен? Енді бүгінгі Қасым-Жомарт Кемелұлының сөзінде айтылған бұл ең басты үлкен мәселенің бірі ретінде қойылды, яғни сыбайлас жемқорлықпен күресу. Соған байланысты осы қыркүйек айына дейін жаңа реформа жасау жөнінде де айтылды. Енді бұл реформаларды әрине осы шетелдік тәжірибелерге де сүйеніп жасауға болады. Мысалы, біз білетініміздей осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің басшылығы мысалы Еуропа елдерін аралап, сол жердегі сыбайлас жемқорлықпен күреске байланысты тәжірибемен алмасты. Одан бөлек мысалы біздің мемлекеттік басқару академиясында да қазір практикалық жүзінде көптеген іс-шаралар соған байланысты жасалып жүргізіліп жатыр. Яғни жаңа әдістері соның енгізіліп жатыр. Яғни мемлекеттік қызметкерлермен жұмыс істеу арқылы, олармен семинар тренингтер өткізу арқылы осындай алдын алу іс-шаралар жүргізіліп жатыр. Енді бұл сыбайлас жемқорлықпен күресу емес, біз соның алдын алу жағына көбірек көңіл бөлсек, яғни оған тек қана сол алушыны емес, оған берушілермен де солардың санасымен, солардың дүниетанымымен, солардың көзқарасын да өзгертуіміз қажет деп ойлаймыз. Осы соңында қысқа ғана айта кетсек, осы қоғамдық орталық құру жөнінде айтты президент, қоғаммен байланысты орнату үшін. Осы жөнінде қандай бастамалар тағы енгізуге болады? Енді бұл негізі осы Қасым-Жомарт Кемел Тоқаев өзінің жаңағыдай сайлау алды бағдарламасының бір бөлігі ретінде осы бірге деген акцияны ұсынды. Яғни сол бірге акциясына халық өзінің ұсыныстарын осы мемлекеттің ары қарай қалай жақсартуға, қалай дамытуға болатынға байланысты өзінің ұсыныстарын білдірді. Сол ұсыныстардың барлығы одан бөлек осы сайлауға қатысқан басқа да президенттікке үміткерлердің бағдарламаларындағы мысалы тиімді жақтар бар болса, осы мемлекеттің жақсартуға, халықтың жағдайын жақсартуға тиімді бағыттар, тиімді идеялар, ұсыныстар бар болса, соның бәрін пайдалануға мен дайынмын деп айтты сөзінде. Яғни бұл дегеніміз халықтың барлығы жұмылу арқылы
осы қазіргі біздің мысалы қордаланған шешім таппай жатқан, мүмкін кішкене былай келеңсіз болып жатқан мәселелерді шешуге бір орта болады дейсіз. орта болады. Яғни қоғамдық сенімнің ұлттық кеңесі құрылады. Бұлардың яғни осы кеңестің шеңберінде барлық мәселелерді ашық талқылап, яғни сол жерде бір консенсусқа келіп, ортақ шешімге келіп, соны ары қарай да яғни мемлекет басшылығына ұсыну арқылы, яғни осы мәселелерді шешуге, яғни халықпен енді біз осы уақытқа дейін айтып келе жатқан, енді қазір осы бір соның бір шегіне келіп отырған сияқтымыз, яғни билік пен халықтың арасындағы сенімді ұлғайтуға байланысты, яғни кері байланысты орнатудың жақсы бір практикалық үлгісі деп айтуға болады осы қоғамдық. Енді осы уақытқа дейін де әрине қоғамдық кеңестер болды, бірақ ол қоғамдық кеңестердің құрамында шектеулі азаматтардың болғандықтан, енді мына қоғамдық қазіргі құрылайын деп жатқан кеңесте бұл жерде жастар болсын, яғни қоғамның әртүрлі бағытындағы әртүрлі саласынан жиналған азаматтар осы еліміздің, яғни мүддесі үшін, еліміздің игілігі үшін мүдделі азаматтардың бәрі жинау арқылы осындай бір енді жақсы бір бағыт қолға алынады деп ойлаймыз. Әсем Қожахметқызы, сұхбатыңызға рахмет. Біз естеріңізге сала кетейік, құрметті көрермен, бізбен бірге қазір тікелей эфирде өз ойымен бөліскен Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты халықаралық зерттеулер бөлімінің басшысы Әсем Назарбетова. Осымен тәмам, сіздермен болған Жұрағат Баман, көріскенше.